Balalar kurmanglar, bize kızıp durmanglar. Atamızın ağın ertesisin tыңдаңдар. Ерте, ерте, ертеген, ешкі жүнне біртеген. Ертегісіз қашанғы тамашаның түргетін. Түрлі ертегі, ғала бойды ертегі. Ертегі өткен ерлердің ерлігісін шертегі. Ерте, ерте, ертегі, ешкі жүнне біртеген. Ертегісіз қашанғы тамашаның түргетін. Кеш жарық балалар. Мен бүгін сендерге ақ тышқан туралы ертек айтып берейін. Ал қане, тыңдай қойыңдар. Ертеде бір ақ тышқан өмір сүріпті. Оның мұрны да ақ, арқасы да, жамбасы да әппақ болыпты. Бір сөзбен айтқанда, кәдімгі тышқандардай сұр емес, ақ екен. Тышқанның туыстары бұған қайғырып, кішкене қыздарының ақ түсін кетіру үшін жалай береді екен. Ал кішкене тышқан болса, өзін ақ екенін сезбей, сұр тышқандармен бірге жүре беріпті. Кішкентай сұр тышқандар жасырынбақ ойнауды жақсы көреді. Бұл да ақ тышқанға жақпайды. Ол ең бір қараңғы деген бұрышқа тығылып отырса да, оны бірден байқап тауып алады екен. Бұған қатты қайғырған ақ тышқан бір күні өзінің ағасынан: «Мені неге бірден тауып алады? Мен дыбыс шығармай тып-тыныш отырам, ең алысқа тығылам» деп сұрады. Оған ағасы: «Сені ақ болғандығынан тез тауып алады» деп жауап берді. «Қалайша ақ болғандығынан? Сен үй төбесіндей аппақсың. Төбе деген не? Ой, сонда білмейсің бе?» «Білмеймін» деп мойындады тышқан. Сонда ағасы оған: «Сен қардай аппақсың» деді. «Ал қар дегенің не? Білмейсің бе?» «Білмеймін». «Ал қанттың не екенін білесің бе?» Білем» деді ақ тышқан. «Білсең, сен сол қант сияқты аппақсың». Мұны естіген тышқан өзінің жыны қант сияқты тәтті екен деп ойлады. Үстін жалап көрді. Бірақ тәтті емес екен. Бұдан соң ол ағасының қант сияқтысың дегеніне сенген жоқ. Ағасы оған айнаның сынығын әкеп көрсетті. «Көрдің бе?» «Көріп тұрмын». «Нені көріп тұрсың?» «Ақ тышқанды». «Енді түсіндің бе сен қандай ақ екеніңді?» «Мен емес, анау ғой, ақ тышқан» деді ағасына. Сөйтті де жүгіріп бара жөнелді. Сол кезде айғайлаған бір дауыс шықты. «Тоқта, тоқта, дәрігер!» Бұл айғайлаған бейтаныс сұр тышқан екен. «Сіз қателесесіз, мен дәрігер емеспін» деді ақ тышқан. Жоқ, сен дәрігерсің, әппақ қалатың бар, жүріңіз тезірек, менің балам қатты ауырып жатыр» деп ақ тышқанды сөз айтқызбастан жетелей ала жөнелді де өзінің қараңғы ініне алып келді. Онда дәрісі аңқып тұр екен, төсекте тышқанның ауру баласы аңқылдап жатыр. Шешесі ақ тышқанды түртіп қап төсектің қасына келді. «Балам, дәрігер келді, ол сені қазір емдейді» деп көзінің жасын сүртті. Ақ тышқан болса аурудың қасына тұрып ойға шомды. Сөйтті де кәдімгі тышқандардың дәрігері ауырған кезде өзін қалай емдегенін есіне түсірді. Ол тышқанның маңдайын сипап көріп еді, ып-ыстық екен. «Қай жерің ауырады?» деп сұрады ол тышқаннан. «Апчей» деп жауап берді тышқанның баласы. Түсіндім, суық тиген екен» деді тышқан. «Я, оған суық тиген» деп басын изеді шешесі. «Онда бал беру керек». «Бал жемеймін» деді тышқан. «Ол ашты екен». Сонда шешесі тұрып: «Сөзді қой, дәрігер айтқан соң орындауымыз керек». «Я, оны терлетпесе болмайды» деді ақ тышқан. «Я, оны терлетем, рахмет саған дәрігер» деп тышқанның шешесі алғыс айтты. «Оқаш жоқ, бұл менің міндетім ғой» деп кәдімгі дәрігерлердей маңғаздана сөйлеп ақ тышқан үйіне қайтты. Ол есіктен кіре бергені сол еді, біреу қолынан ұстай алды. «Наубайшы, мен сені іздеп жүрмін» деді оның қарсы алдында тұрған үлкен тышқан. «Мен наубайшы емеспін» деді оған ақ тышқан. «Ха, үсті басының бәрі ұн, наубайшы емеспін дейді. Мына қарашы». «Бұл ұн емес, бұл» деп ақ тышқан не дерін білмей тұрғанда: «Ұн бұл ұн, аппақ ұн.
Sen mаған тәтті тоқаш пісіріп бер. Бүгін жаңа үйге кіру тойын жасау керек еді. Бұрын тап дәрежеде тұрушы едім. Ақыры жаңа інге көштім. Әрі қараңғы, әрі жылы, дөп дөңгелек есігі бар. Жаңа үйге кіру тойын жасамақпыз. Соған тәтті нан керек еді. Жүріңізші. Жуан тышқан құлағын қайшылап, тез сөйлеп, ақ тышқанның аузын аштырмады. Ақ тышқан бір күрсініп алды да, өзінің шешесі тәтті нанды қалай пісіретінін есіне түсірді. Ұн алып оған су құйып, ұзақ иіледі. Сонан соң үй иесінен сізге күріш қосып па, немесе капустамен пісірейін бе? Деді. Бізге ұлтырақтан пісіріп бер. Мен сондайлық иісі аңқыған былғар ұлтырақ тауып алдым, содан пісіріп бер. Жақсы, әкел ұлтырағын, деді ақ тышқан жай ғана. Ол ұлтырақты пешке салып еді, үннің іші етік тігетін шеберхананың иісіндей боп мүңкіп кетті. Бәрі тәтті нанды мақтап жеп жатыр. Ақ тышқан қоштасып, үйіне қайтып келе жатқанда, жолда оны тағы бір мұртты тышқан тоқтатты. Шаштырасың ғой. Кәлі, менің мұртымды басып бере ғой. Мен шаштыраз емеспін, көріп тұрсыз ғой. Міне қайшым да жоқ, деді ақ тышқан. Қайшы дейсің бе? Менің үйімде қайшы да, тарақ та, тышқан, иіс су да бар. Қаны іске кірсе ғой, әйтпесе мұртым едірейіп өсіп өтті. Ал тышқан еш қашанда мұрт басып көрген жоқ еді. Бірақ шешесімен бірге бір рет шаштыразға барғаны бар. Ол іске кірісті. Отыр, деді тышқанға. Сөйтті де мойнына ақ жапқыш байлады. Ой, қылқынып барам, деді мұрты тышқан. Ештеңе етпейді, шыда, деп ақ тышқан қолына қайшы алды. Тышқанның мұрты қайратты екен, ал қайшы болса өтпейді. Ақ тышқан көп әуреге түсіп, әрең дегенде қырқып болды. Ал бұған ахлап өкілеп әрең шыдаған мұрты тышқан орнынан зорға дегенде қозғалып айнаның қасына келді. Мұртымды мүлде қырқып тастапсың ғой, деп кейді. Оқаш жоқ, қайттан өсет, сергіп қалдың ғой, деп жұбатты ақ тышқан. Мен мұртсыз да сергекпін, деп ашуланған тышқан рахмет айтпастан қала берді. Ақ тышқан иығын бір қозғап қойып үйіне қайтты. Мұнда оны үлкен сұрала мысық қарсы алды. Мысық емес ау, жолбарыстай, көзі от шашып тұр. Ақ тышқан қорыққаннан тұра қалды. Мысық бас сұлығын айланып жақындап келе жатыр. Сөйтті де ол ақ тышқан екенін көріп, сен кімсің, деп көк көздерін ешейте сұрады. Тышқанмын, деді ақ тышқан. Қайдағы тышқансың? Тышқандар сұр болады, ал сен болсаң аппақсың, деп кейді мысық. Солай ма, деді тышқан. Сені жесем ішім ауырып жүрер, деп мысық тырнағын жиырып түзеліп алды да жүре берді. Мені жесең неге ішің ауырады, деп сұрады ақ тышқан. Ақ тышқан бұл сұрағының орынсыз екенін кейін білді. Оның өмірін сақтап қалған ақ теріс екенін түсінді. Ақ тышқан болу жақсы екен деп ол бір күрсініп алды да ініне кіріп кетті. Осымен балаларға арналған кешкі ертегімізді аяқтаймыз. Қош сау болыңдар балалар.